Елімізде бизнестің жаңа түрі пайда бола бастады. Бұл әлеуметтік бизнес немесе әлеуметтік кәсіпкерлік. Нобель сыйлығының иегері Мұхаммад Юнус мырзаның айтуынша, әлеуметтік бизнестің қалыптасқан дәстүрлі бизнестен айырмашылығы түскен пайданы әлеуметтік проблемаларды шешуге жұмсау болып табылады екен. Бір сөзбен айтқанда, тұрмыс деңгейі төмендеу азаматтардың әлеуметтік мәселелерін шешу арқылы қоғамның өзекті деген қажеттіліктерін қамтамасыз ету. Осы тақырыпты кеңінен талқылау үшін студиямызға Ұлттық кәсіпкерлер палатасының әлеуметтік сала және әлеуметтік әріптестік комитеті хатшылығы басшысының орынбасары Найля Мұхтарованы шақырдық. Найля Алтайқызы, студиямызға қош келдіңіз. Сонымен, әлеуметтік кәсіпкерлік дегеніміз не? Оны қалай түсінуге болады? Жалпы бүгінгі күні әлеуметтік кәсіпкерлік деген Қазақстанның қоғамында жаңадан пайда болып келе жатқан құбылыс деп айтуға болады. Ол енді өз бастауларын өзіңіз айтып өткенде Мұхаммад Юнус деген Бангладештің кәсіпкерінен басталған болатын. Алғашқы және өте тиімді әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытқан адамдардың бірі болып табылады. Яғни ол кісіні айтып кететін болсақ, ол кісі өте қалдары өте мүшкіл азаматтарға Бангладештің өз қалтасынан $27 таратып микрокредиттеуді дамытқан болатын. Яғни солай ол өздерінің әрбір адамға өзінің кішігірім бизнесін ашуға көмектескен болатын. Солай ол өзінің қоғамдағы, Бангладештің қоғамындағы жалпы әлеуметтік ахуалды көтеруге өз үлесін қосқан адамдардың бірі болған. Жалпы бүгінгі күні Қазақстанда нақты әлеуметтік кәсіпкерлік деген ұғымы заңнамалық түрде қалыптаспаған, бекітілмеген. Өйткені жалпы әлеуметтік кәсіпкерлікті заңнамалық түрде бекіту үшін оған жан-жақты талқылау қажет. Бүгінгі күні Қазақстанда енді арнайы әлеуметтік кәсіпкерлікке арналған анализ, сараптама және де зерттеулер жасалмаған. Бүгінгі күні Ұлттық кәсіпкерлер палатасы комитет, әлеуметтік сала және әлеуметтік әріптестік комитеті бұл мәселені өзінің қолына алып жатыр. Және де біз өзіміздің алдымызға осындай жалпы әлеуметтік кәсіпкерлік деген құбылысты зерттеу бойынша өзіміздің алдымызға мақсаттар қойдық. Енді жалпақ тілмен айтатын болсақ, қоғамның дамуына және де қоғамдық проблемаларды шешуге, әлеуметтік проблемаларды шешуге бағытталған кәсіпкерліктің түрі деп айтуымызға болады. Бүгінгі күні енді халықаралық тәжірибені зерттегенде ресейлік заңнамада, яғни ол жерде бұл министрдің бұйрығымен бекітілген термин бар, ұғым бар. Алайда бұл ұғым мысалы көптеген басқа да әлеуметтік кәсіпкерліктің басқа да салаларының дамуына жол бермейді деген біздің ойымыз бар. Сондықтан біз бекіту үшін алдын ала жан-жақты зерттеу жүргізуіміз керек деген ойдамыз. Әлеуметтік кәсіпкерлік деген сонда кез келген бизнес өкілі бұл кәсіпкерлікпен айналыса алады. Әрине. Ол не істеу керек сонда? Айналысу үшін? Айналысу үшін енді кез келген адам, тек қана кез келген бизнес өкілі емес, кез келген адам, кез келген азамат әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналыса алады. Бүгінгі күні көптеген Қазақстандағы үкіметтік емес ұйымдар бірнеше конкурстар жүргізіп, өздерінің сыйлықтарын, бағалы сыйлықтарын осы жеңімпаздарға және де ақшалай қаражат түрінде өздерінің көмектерін көрсетіп жатыр. Кімде-кім әлеуметтік кәсіпкерлікті дамытам десе, кімде-кім әлеуметтік мәселелерді, әлеуметтік проблемаларды шешем деген азаматтарға. Алайда бізде Қазақстанда арнайы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша бағдарлама жоқ, және де арнайы бұл бағытта нақты қадамдар жасалып жатыр деп айта алмаймыз. Сонда әлеуметтік кәсіпкерліктің демеушіліктен айырмашылығы қандай? Демеушілік деген жалпы бүгінгі күні мәжілісте Қазақстан Республикасының жалпы қайырымдылық, меценаттық және демеушілік бойынша заңнамасы, жаңадан заңнамасы жасап әзірленді. Бұл депутаттардың ұсынысымен әзірленген заң жобасы болатын. Сонымен қатар енді осы басқа да заң жобаларына арнайы өзгерістер және толықтырулар енгізу бойынша жаңадан ұсыныстар жасап шығарылды. Қазіргі күні Ұлттық кәсіпкерлер палатасы осы мәжілісте талқыланып жатқан осы заң жобасы бойынша бізде осы жұмыс тобының мүшесі боламыз. Жалпы қайырымдылық және меценаттық демеушілік деген үш әртүрлі сала, әртүрлі термин, әртүрлі ұғым.
олардың өздерінің нақты бағыттары бар. Мысалы, демеушілік деп сұрадыңыз ғой. Демеушілік дегеніміз біздің ойымызша, демеушілік енді кәсіпкерлер мысалы кез келген шараларға өзінің демеушілігін көрсете алады. Және де демеушілік барысында оған арнайы жарнама жасалынады. Оның тауарлық белгісін жарнамалайды. Ал қайырымдылық деген ол өзіне деген жарнамалық мақсаттарды кәсіпкер өзінің алдына жарнамалық мақсаттарды қоймайды. Қайырымдылық деген сол. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік дегеніміз, ол дегеніміз бұл әлеуметтік мәселелерді шешеді. Қайырымдылық деп те айтуымызға болады. Алайда бұл арнайы және табыс таба алады. Мысалы, қайырымдылық деген ол өзіне табыс табуды көздемейді. Ол тек қаражатты, не болмаса материалдық өздерінің көмегін көрсете алады. Алайда ол өзіне табыс табам деген оймен жасалынбайды, кәсіпкерлер мысалы. Ал әлеуметтік кәсіпкерлік деген ол енді өзіне екі бағытты, екі мақсатты көздейді деген ойдамыз. Жақсы, мына енді әлеуметтік кәсіпкерлікті елімізде толыққанды дамыту үшін қазір не істеу керек? Нақты. Енді бұл жөнінде жаңа айтып өттім ғой, бізде ұлттық кәсіпкерлер палатасында енді құрылған әлеуметтік сала және әлеуметтік әріптестік комитетінде күні кеше ғана комитеттің отырысы болып өткен болатын. Және де бұл комитетке әлеуметтік салада жұмыс қызмет атқарып келе жатқан кәсіпкерлер, сонымен қатар үкіметтік емес ұйымдар, азаматтық альянс мүшелері бізге келіп, өздерінің ұсыныстарын айтып, және де біз өзіміз талқылаған болатынбыз бұл мәселе бойынша. Отырыс қорытындысы бойынша жұмыс тобы құрылып, ұлттық кәсіпкерлер палатасының жанында барлық азаматтар, барлық үкіметтік емес ұйымдар, кәсіпкерлер осы жұмыс тобына кіргізіліп, сонымен қатар мемлекеттік органдардың қызметкерлері бұл жұмыс тобына мүше болып, ары қарай біз нақты жылдың соңына дейін өзіміз іс-шаралар жоспарын, осы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша іс-шаралар жоспарын жасап әзірлеп шығармақпыз. Сонымен қатар бұл жылдың соңына дейін үкіметке кіргізу, осы нақты ұсыныстар мен шешімдерді үкіметке кіргізу деген өзіміз көздеп отырмыз осы мақсат. Жақсы, мемлекет тараптан қандай көмек күтіп отырсыздар? Мемлекет тарапынан жалпы әлеуметтік кәсіпкерлік деген жалпы осы саланы зерттеу, сонымен қатар сараптау жағынан, сонымен қатар нақты заңнамалық түрде бұл ұғымды бекіту, және де жан-жақты бағдарламалар бар, бизнесті дамыту жол картасы мысалы. Сол бағдарламалар барысында, аясында кейін енді нақты шешімдер болған кезде бұл мәселе бойынша, осы жол картасын енгізу бойынша шараларды қарастыру. Ал мысалы үшін енді кез келген кәсіп болғаннан кейін оның қандай да бір пайдасы болу керек. Солай емес пе? Заңнамасы сонда өзін. Әрине. Мына енді әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысам деген адам, ол сонда мен түсінбеймін, қандай пайда табады? Ол мысалы үшін мен кәсіпкер болсам, әлеуметтік кәсіпкерлікпен айналысатын болсам, маған пайда табу керек. Бірақ менің түсінгенім бойынша мен бүкіл тапқан пайдамның бәрін жұрттың әлеуметтік проблемаларын шешуге жұмсаймын. Сонда бизнесменге, іскер адамға қандай пайда келеді? Бұл жерде айтып кететін жағдай негізгі мақсат әлеуметтік кәсіпкерліктің, тағы да қайталап өтейін, бұл әлеуметтік мәселелерді шешу. Мүмкін бұл әлеуметтік кәсіпкердің аяғына тұруына қайырымдылық жағынан көмек көрсетіледі ме? Әлде мемлекеттік субсидиялар көмек көрсетеді ме? Әлде ол өзі, мысалы, кәсіпкер бола тұра өзінің қаражатынан бұл әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту, бұл яғни адамның гуманистік мақсатымен жүргізілетін іс. Мысалы, бүгін ғана денсаулық және әлеуметтік даму министрлігі форум өткізген болатын, яғни көрмесін өткізген әлеуметтік жобалардың. Сол әлеуметтік жобалардың ішінде маған менің көзіме түскені бұл жас жігіт, өзі омыртқасы авариядан зақым келіп, омыртқасына жүре алмай қалған болатын. Алайда туысқандарының көмегімен фитнес-клуб ашқан. Фитнес-клубта ол реабилитация,
жағына қайта өзіне келу, осы мүмкіндігі шектеулі азаматтардың қайтардан аяққа тұруына көмек көрсететін. Бұл да бизнестің бір түрі. Алайда бұл бизнес нақты әлеуметтік проблеманы шешеді деп айтамыз. Мысалы, соны айтуға болады. Елімізде нақты тағы да бір-екі мысал келтіресіз ба? Қазір осы әлеуметтік бизнеспен айналысып жүрген адамдар бар ма? Күні 9 мамырда ғана өткен жылы ұлттық кәсіпкерлер палатасы өзінің шаңырағында пресс-конференция өткізген болатын. Біз 9 мамыр күні енді жалпы 150-ге жуық Ұлы Отан соғысының ветерандары дейді ғой, ардагерлеріне арнайы баспа дейді. Тревожная кнопка деп аталады. Бізде жобаның аты. Ұлттық кәсіпкерлер палатасы көптеген кәсіпкерлердің, бизнесмендердің елдегі көмегімен осы жобаны, осы әлеуметтік кәсіпкерлердің жобасын қолдаған болатын. Бұл жоба бойынша жаңағы тревожная кнопка әрбір 150 ардагердің үйіне қойылады. Егер ол кісіге, мысалы, жалғыз өзі тұратын адамдар бар, ол кісіге денсаулығына дес беріп, не болмаса тағы бір көмек керек болатын болса, ол кісі телефонға жүгіріп звондап жатпайды, сол кнопканы тек басады. Бұл кнопка бойынша барлық ақпарат центр, орталық контакт орталығына барады. Ол жерде арнайы адамдар, операторлар отырады. Олардың алдарына барлық ақпарат шығады. Сол ветеран ардагер бойынша денсаулығы, туысқандарының телефоны, яғни барлық ақпараттар шығады. Олар сол кісімен хабарға түсіп, қандай көмек керек екенін бәрін біліп, тез арада көмек көрсетуіне мүмкіндігі болады. Енді Медтелеком деген компания, біз оларды қолдап, және де осы әлеуметтік кәсіпкерлікті дамыту бойынша біздің алғашқы жобаларымыздың бірі болатын. Әлеуметтік кәсіпкерлік енді шетелден келіп отыр ғой бізге, түсінген бойынша. Қазір осы қай мемлекеттерде осы жақсы дамып келе жатыр? Халықаралық бір тәжірибе бар шығар? Әрине, халықаралық тәжірибе бар. Жаңа айтып өткенде, жалпы әлеуметтік кәсіпкерлік ол ақш-та да дамыған, Европада да дамыған. Біз бұл халықаралық тәжірибені жалпы зерттеп өткенбіз. ақш-та негізінен әлеуметтік кәсіпкерлік енді адамдардың мемлекеттің қатысуынсыз адамдардың өздеріне әлеуметтік мәселелерді шешуіне жол берілген, жол ашылған. Олар өзімен негізінен азаматтар 90% қайырымдылықпен айналысады. Бір-бірін кәсіпкерлігін қолдайды деген сияқты көптеген өздерінің инициативаларын білдіріп жатады. Ал Еуропада негізінен мемлекеттің көмегімен көптеген субсидиялар бойынша солай дамытады. Әлеуметтік кәсіпкерлікті соның ішінде. Біз енді Қазақстанда негізінен модель осы Еуропаға жақын модель деген ойдамыз. Енді бізде осы Еуропаның тәжірибесіне негізінен көңіл бөліп, енді сол бойымен бізде жылжимыз деген ойдамыз. Бір сөзбен айтқанда, мемлекеттің көмегінсіз бұл әлеуметтік кәсіпкерліктің дамуы мүмкін бе, жоқ па? Қаржысыз. Мен жаңа ғана айтып өткенде, мысалы, бізде егер гуманистік бастамалармен енді азаматтар бір-біріне деген көмек, қайырымдылық көмек деген адамның енді қасиеттерін алға қарай жылжытып, соны енді уағыздап насихаттаса, онда ол мүмкін. Кәсіпкерлер көмектесу мүмкін, не болмаса азаматтар, жалпы осы әлеуметтік кәсіпкерліктің. Алайда бүгінгі күні мемлекеттің қолдауы Қазақстан үшін ол қажет деп есептейміз. Арнайы бағдарламалар қажет. Тым болмаса бастапқыда дейсіз ғой? Бастапқы уақытта, міндетті түрде. Жақсы, рахмет, осындай үлкенде келелі мәселе бойынша өзіңіздің пікіріңізді білдіргеніңізге алғысымызды білдіреміз. Құрметті көрермен қауым, естеріңізге сала кетейін, студиямызға қонаққа келіп, бизнестің жаңа түрі, әлеуметтік кәсіпкерлік туралы әңгімелеген Ұлттық кәсіпкерлер палатасының әлеуметтік сала және әлеуметтік әріптестік комитеті хатшылығы басшысының орынбасары Найля Мұхтарова ханым.